Достар, барлығына сәлем. Ал видео басталмас бұрын мен Халидаға, Демеу Алтынайға, Жансаяға, Арайлымға, Еркеназға, Ақерке Алиеваға және Дауытова Алма ханымға сәлем жолдағым келеді. Мені көріп жүргендеріңіз үшін көп рахмет. Келесі видеода саған сәлем жолдағымды қаласаң, арнаға жазылып, лайк басып, комментарийға өз атыңды жаза кет. Ал онда біз бастаймыз. Сәлем, менің атым Елен, және мен сол қолмен жазамын. Менен ылғида сол қолмен жазған қалай деп сұрайды. Біріншіден, маған тіпті қайшымен қолдануда қиындық туғызады. Мен бір нәрсені қиғым келсе, мен оны ешқашан түзу қия алмаймын, кейде тіпті мүлдем қия алмаймын десем болады. Оң қолмен жасайтын кісілерге арналған нәрселердің бәрі маған жарамайды. Мен жазу жазған соң, қолым ылғи сия-сия болып қалады. Себебі мен енді жазылған жазуды сол қолыммен сипап өтемін. Мен тіпті консервный банкілерді де аша алмаймын. Бұны сол қолмен жасау мүмкін емес. Мен тіпті мектептегі парталарда да отыра алмаймын десем болады. Себебі олар оң қолды қоюға арналған, ал сол қолды қоятын жер жоқ. Ал егер сыныпта кәдімгі парталар тұрса, мен ылғи сол жаққа отыруға мәжбүрмін. Әйтпесе біз көршіме қолымыз тиісіп соғылысып отырамыз. Мұның бәрі құртақандай нәрсе болса да, олар өте көп. Бірақ мен бұған үйреніп қалдым десем де болады. Тек адамдардың бітпейтін сұрақтарына үйрене алар емеспін. Елдер менен ылғи, сен қалай бұлай жазасың, немесе сен неге бұлай жазасың, сен неге сол қолмен жазасың деп сұрап жатады. Мен сондай кезде не дерімді білмей қаламын. Иә, әрине, маған осындай білінбейтін ыңғайсыз жағдайлар ұнамайды, бірақ сол қолмен жазуды жек көрмеймін десем болады. Достар, егер сіздерге видеоны арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Көргендеріңізге, назарларыңызға көп рахмет.